Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз Adobe Photoshop бағдарламасымен жұмыс жасауды жалғастырамыз. Бүгін біз сіздерге текстпен, яғни суретке қалай текст қоюға болады, соны көрсеткіміз келеді. Бұл мысалы интернеттен алсаңыздар да болады суреттерді әртүрлі қалаған. Осы суреттермен жұмыс жасаңыздар, бір нәрсеге назар аударсаңыздар. Мысалы қалаған суретті басатын болсам, мен мына жерде оның размері шығады. Көрдіңіздер ма? Өлшемі 1400-931. Демек, мына сурет бізде таза түскен негізі, яғни жақсы фотоаппаратпен түскен сурет. Басқа суретке болып қарайтын болсақ, оныкі 580-378. Яғни мына алдыңғы суретке қарағанда бұл суретіміз біздің кішкене сапасы аздау деген сөз. Түсіндіңіздер ғой? Келесі суретті алып қарайтын болсақ, 730-465. Яғни мына суретке қарағанда кішкене үлкендеу. Сонда мүмкіндігінше фотошоппен жұмыс жасаған кезде үлкендеу өлшемдегі суреттерді алуымыз міндет деген. Сонда жаңағыдай біздің жұмысымыз дұрыс болады екен, жақсы болады екен кескінімізде. Мысалы, мына жерде жұмыс істеуде кез келген суретті алып қарайық. Мына жерде тасалайық. Осы жерде текстпен жұмыс жасау үшін Т батырмасын басамыз. Мына өзімізге керек облысты аламыз. Сөйтіп осы жерде мына жерде шрифтті таңдау міндетті. Қазір мен басқа шрифтті қоятын болсам, ол бізде басқа кириллица емес, латын бір әріптер немесе иероглифтер шығып кетуі мүмкін. Иероглифтер. Қазір мысалы жазып көрейік. Не кириллицамен жазуға болады екен. Немесе латынша жазып көрейік. Сәлем. Деген сияқты. Жалпы түсінікті деп ойлаймын. Мен қазір ештеңе қолданбай қояйын. Екінші сіздерге фотошоппен көрсететін нәрсе, мысалы, кез келген суретті алып қараңыз. Мысалы, мына жерде жазу сізге ұнамай қалды. Олай болатын болса, мына өшіргішті басасыз. Өшіргішті басып, мына жерде қазір өшіруімізге болады. Жазуларды, фондарды өшіруімізге болады. Егер бұл жерде жазу көп болатын болса, жаңағы шыққан оң жағын бассақ, мына жерде үлкейтуге болады. Біздің өшіргішіміздің диаметрі үлкейткен сайын артып жатыр. Кішірейткен сайын кішірейіп жатыр. Көрдіңіздер ғой? Өзіме қажет үлкен алам. Мына өшіріп тастауыма болады. Жазуларды. Мысалы, бұл жер маған ұнамайды дейік. Фон. Сөйтіп, осы жерге өзімнің жаңағы текстімді жазым келді. Мысалы. Бұл сурет. Мынандай деген сияқты. Мына жерде қарап отырсаңыздар, жазуым көрінбей қалды. Яғни мынаны үлкейтуіміз қажет. Көрдіңіздер ғой? Жерде жаңағы ортаға қоюымызға болады. Осылай жаңағыдай суреттерде өзімізге қажет емес жазуларды өшіріп, фондарды өшіріп, текстер жазуымызға болады екен. Бұл сабақ түсінікті деп ойлаймын, оқушылар. Назар қойғандарыңызға рахмет. Подписать етуді ұмытпаңыздар, таратуды ұмытпаңыздар. Бұл сабақ әлі де жалғасын табады. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса комментарий жазыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.